Бүгінгі сабағымыз Excel бірінші сабақ. Бұл сабақта біздер Excel туралы мағлұматтар аламыз. Һәм Excel'дің не үшін керектілігі, Excel'ге мағлұматтарды кіргізу һәм файлда форматлау менен шұғылданып көреміз. Excel бұл электрон таблицалар жаратушы программа. Excel нелерде пайдаланылады, қандай уақыттарда пайдаланылады, оны көріп шықсақ болады. Excel қай жерлерде қолданылады? Әр түрлі арифметикалық әмелерді істеуде, бір қилы жұмыстарды автоматластыруда, отчетлар істеуде, цифрлы мағлұматтарды анализдеу һәм қайта істеуде, мағлұматтар тигарында график һәм диаграммаларды істеуде, һәм тағы басқа да орындарда қолданылады. Себебі Excel'де Visual Basic for Application деген бар. Бұл Excel тигарында таза программалар соғуға да имканият жаратады. Әзір енді біздер Excel программасын ашамыз. Һәм ол жерде интерфейспен танысып шығамыз. Excel программасын рабочий столда, егер ярлығы бар болса, программаның сол жерге кіріп, таза кітап жаратып бастаймыз. Excel'де файлар кітап деп аталады. Пустая книга дегенге басамыз. Бұл жерде Excel өз таза кітап жаратып береді. Һәм бұл жерде жұмыстарымызды алып барсақ болады. Және де басқа да жолы бар. Рабочий столда тұрып, мишканың оң жағын басып, создать дегенге барып, лист Microsoft Excel деп жаратсақ болады. Әмде бұл жерде атын өзгертіп қойсақ болады. Бізге керек болатын файлдың атын. Бірінші сабақ. Enter'ді басамыз. Һәм және бір рет Enter'ді бассақ, сол программаны ашып кіреді. Енді Excel'дің интерфейсімен танысып шықсақ. Excel кітап деп аталғанлығы себеплі, кітапта білгеніңіздей бетлер болады. Excel'де өз создать еткен уақытта бір бет ашып қояды. Және де бұл жерден қосымша бетлер ашып ала берсек болады, қалегейше. Және де ең жоғары тарапында осы жерінде Excel бірінші сабақ, яғни Excel файлдың аты тұрыпты, бірінші сабақ деген. Бұл жағында Windows операцион системасына тиесілі болған жабу, окноға айландыру һәм свернуть кнопкалар жайласқан. Енді осы бөлімге келетін болсақ, бұл лента деп аталады. Лента бұл инструментлер панелінен құралады. Яғни главная вкладка деп айтылады, вставка вкладкасы. Әрқайсысының ішінде өзінің инструментлер панелі бар. Әрбір инструментлер панелінің астында аты жазылып тұрған болады. Яғни бұл ат арқылы біздер бұл инструментлер панелінің ішіндегі инструментлер не үшін жауап беретінін біліп алсақ болады. Яғни бұл жерде шрифт деп қойыпты. Шрифтті өзгерту, размерін өзгерту, һәмде басқа да форматлар беру арқылы басқа да форматлар бере аламыз. Бұл жағында выравнивание, яғни түзеулеу, төменге түзеулеу, жоғарыға қапталға, һәмде басқа да операцияларды орындай аламыз. Енді электрон таблицалар, яғни таблица дегеніміз, қатарлар һәм бағаналар кесіліспесінен ібарат болады. Excel'де қатарлар бірден баслап есептелінеді, ал бағаналар А латын әрпінің А әрпімен басылып есептелінеді. Һәм олардың кесіліспесінде ячейка, яғни ұяша жайғасқан болады. Һәм бұл ұяның адресі мінекей S3. Көрген болсаңыз, басқаларға қарағанда реңі өзгеше. Яғни әзір актив болып тұрған ячейка S3 адресінде жайласқан. Бұл адресті мына жерден көріп барсақ болады. Яғни мінекей B2. Осылай етіп, главный интерфейспен танысып алдық. Енді әрбір инструментлерді сабақ барысында үйреніп барамыз. Әзір біздер осы көріністегі таблицаны қалай істеуді үйреніп шығамыз. Әзір мен бұны екінші листке алып қойыппан. Бұны біздер бірінші листте істеп бастаймыз. Мағлұматтарды кіргізу үшін бір актив ячейканы белгілеп аламыз, яғни A1-ден бастаймыз. Нумерацияны қоямыз. Нумерацияны қоюда русский алфавитте
shift 3'tü bassak bo'ladi. Endi chapkani ishlab olamiz. Chapkadagi ma'lumotlarni kirgizib chiqamiz. Hech qanday formatlovlarsiz hozircha tek qana kirgizib ketaveramiz. Hozirgi vaqtda bizlarning yacheykamiz B1 bo'lganligi menen ma'lumotimiz S hamda yacheykalarına o'tib ketdi. Bag'anasindagi yacheykalarga o'tib ketdi. Endi buni qalay tuzilsak bo'ladi? Naименование товаров deganda S hamda deganga borib o'chirsak o'tmaydi. Sebebi S hamda hech qanday ma'lumot yozilmagan. Bu qatardagi so'z tek qana B1 yacheykasida aniqlanib turibdi. Mana yerdan ko'rsagan bo'ladi. Naименование товаров B1 yacheykasida. S1 yacheykasına o'tsak bu yer pulsoy bo'lib turibdi. S1'de ham bu pulsoy. Endi har bir bag'anani so'zi imkoniyatimiz bor. Bag'ana ham qatardi. B ham S yacheykalarining bag'analarining o'rtasidan kelamiz. Bu yerdan kelsak kursor iki chetga qaray qora strelkalar bilan o'zgaradi. Buni bosib turib, kerak yerga chekim tartib sozib qo'yishga bo'ladi. Bo'lmasa, izga qaytamiz. Bu yerda izga qaytuga bo'ladi. Bo'lmasa Ctrl Z klavishlarini bosib izga qaytaruga bo'ladi. Oxirgi operatsiyani. Üstüne strelka o'zgargan vaqtda, ya'ni kursor o'zgargan vaqtda üstüne tezlik bilan 2 ret bassak, bu o'zi avtomatik soziladi. Kerak yerine değil. Endi chapkani o'zini to'ldiruv bilan shug'ullanamiz. Ma'lumotlarimizni to'ldirib oldik. Ham endi buni formatlab chiqamiz. Kerak yerine sekin üstüne 2 ret bassak, tez ishlab bo'la olamiz. Endi keyingi masala keyingi ma'lumotlarni kirgizib chiqu. Ya'ni numeratsiyani 1dan 6ga дейін yozuv. Buni yozuv uchun bizlar numeratsiyaga kelamiz. Keyin A2 yacheykasidan qo'yamiz. 1 deymiz. 2 deb ildiz yozib ketishimizga bo'ladi. Biroq Excel однотипный, ya'ni bir xil жұмыстарды avtomatlashtirish uchun ishlanib chiqilgan. Buni to'ldirib borishimiz uchun 1 ni belgilab olamiz. Yani üstüne kursordu koyup basıp durup tömünge qaray tartsak 2 yacheyka belgilanadi. Endi buni usul yerda ko'rib turgan jasıl knopka, jasıl 4-ga borib turib borgan kezde aq krestigimiz qara krestga o'zgaradi. Ham shu vaqtda mishkining shep tarafini basib turib tömünge qaray tartsak ko'rib turgan bo'lsangiz 6 degan sifir chiqdi. Demak 6ga дейін akeldik. 1dan 6ga дейін o'zi to'ldirib beradi. Bu yerda ya'ni birinchi sonimiz bu boshlang'ichdan, ham ikkinchi sonimiz ikkinchi yozganimizning sebebi qancha shart bilan to'ldiruv yacheykalarda. Bu yerda bizlar 1 3 deb to'ldirsak da bo'ladi. 1 va 3 ni belgilab olamiz. Ya'ni o'sha 4 ga kelsak, oq krestik qara krestga aylangan kez deb tartsak, tek qana taqsimlar chiqadi. 1 3 5 7. Ya'ni shak 2 bo'ldi. 2 son qo'shib borasang deb aytildi üstüne. O'sha tarzda jurib sonlarni da qalagan sonlarni chiqarib beruvga bo'ladi. Ya'ni shagin arasini ashib. Keyingi masala endi bu yerga tovar atlarning oldini to'ldirganimizda to'ldirib boraveramiz. Ma'lumotlarni to'ldirib oldik. Ma'lumotlar to'ldirib olgan kezde birinchi qator, ya'ni tablitsaning birinchi qatori, Excel'ning ikkinchi qatorida tema для CMS WordPress degan S deganlari S yacheyka S bag'ananing astida qolib qo'ydi. Buni durushlash uchun yana B ham S o'rtasida borgan kezde yigirib bassak, o'zi avtomatik durushlab oladi. Endi bizlar ikide ko'rib turganimizday itokni yozamiz, ya'ni sirtma granitsa berishimiz kerak. Ya'ni tablitsaga o'xshab turish uchun bunday qora chiziqlar qo'yishimiz kerak. Itok yozamiz. Ham shuna kelsak, ya'ni boshqa yacheykaga o'tib qaytdan ustiga kelib bosib, itok deganda jирni qilamiz. Bu glavnayada shrift degan instrumentlar panelida J harfini bossak ishlanadi. Bo'lmasa Ctrl B klavishlarini bassak bo'ladi. Summasini hisoblash uchun hozircha polni yozib qo'yamiz, $2000 deb qo'ldan.
keyingi sабaqlarda формуламен есаплауды үйренеміз. Енді біздер граница қоюымыз керек. Бұның үшін таблицаны белгілеп аламыз. Нумерациядан бастап $2000 шекем. Және де главныйда Shift инструмент панеліне келіп, бұл жерде границы деген инструмент бар. Бұл жерден үш мешіне басып, осы жердегі керек границаны таңлап аламыз. Все границы десек, әмбе жағына граница қойып береді сайланған облыстың. Енді нумерация деген көп орын елеп тұрыпты. Бұны осы жерге ақан орын бағаналары ортасына келіп кішірейтсек болады. Мишкінің шеп жағын басып тұрып кішірейтеміз. Және де бұл жерде шапкасы басқа реңде тұрыпты. Бұны да істеу үшін бояп аламыз шапканы. Һәм осы жерде шелек инструменті бар. Бұл жерден өздерімізге қолай болған сери цвет таңлап аламыз. Әзірде форматлар тек осындай қылып қойып қояйық. Бұл жерде әзір количество деген шеп жаққа қарап тұрыпты. Бұны бізде количествоны ортаға текстілерін қалеп тұрыппыз. Бұның үшін біздер главная инструменттер панелінде ортаға деген выравнивание деген инструменттер панелі бар. Ортаға деген инструментті таңлаймыз. Болмаса Ctrl-E клавишаларын бассақ болады. Тап осына шпук, яғни единица измерения һәм суммаға істесек болады. Shift басып белгілесек, ізіне дауам етіп кете берсек болады. Ортаға қоямыз, болды. Енді нумерацияны біздер шеп жаққа тақлап қоямыз. Сөйтіп, бірінші документіміз дайын болады. Бүгінгі сабақ осыныңменен жұмақланады. Кейінгі сабақларда кейінгі инструментлерді көріп бара береміз. Һәм де формулалармен істесуді үйреніп барамыз. Диққатларыңыз үшін рахмет.